Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте тәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын балды пирожнолар дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыздар. Ең алдымен корждарын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, сары май, 2 жұмыртқа, ас содасы, қант және де бал қажет. Ең алдымен жұмыртқаға шым-шым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Қажетті заттардың мөлшерін описанияға қалдырамын. Содан соң қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массамыз осылай ағарғанша араластырамыз. Содан соң бөлме температурасындағы балды қосамыз. Балымызды қосып болған соң бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Мен кішкене венчиктің көмегімен араластырып алдым, бірақ сіз араластырмасаңыз да болады. Содан соң кастрөлге су қойып, осылай қайнағаннан кейін, осы паровой баняда жаңағы массамызды жібітетін боламыз. Яғни қантымыз, майымыз және де балымыз толықтай араласып, ерігенше араластырамыз. Осылай сұйық болып, қантымыз түйіршіктелмей еруі тиіс. Жақсылап араластырып ерігеннен кейін, осылай тез суыту үшін басқа ыдысқа құйып аламыз. Жұмыртқалы массамыз өте сұйық, қантымыз, балымыз барлығы жақсы еріген. Содан соң 1 шай қасық ас содасын салып, 1 келкі болғанша араластырамыз. Жұмыртқалы массамыз кішкене ағарып, сәл көтерілуі мүмкін, бірақ бұл қалыпты жағдай. 1 келкі болғанша араластырып болған соң, бетін жауып 1-1,5 сағатқа суығанша қойып қоямыз. Жұмыртқалы массамыз суыған соң, ұнымызды електен өткізе отырып қосамыз. Лопатканың немесе қасықтың көмегімен шамалы араластырып аламыз. Ұнды толығымен қоспай, ішке бөліп қосамыз, сонда араластыруға шамалы жеңіл болады. Ұнның соңғы бөлігін қосқаннан кейін қамырымыз қоюланып, лопаткамен араластыруға келмейді. Сол кезде миксердің көмегімен араластырамыз. Миксердің осылай арнайы қамырға арналған крючоктары бар. Осыларды қолдана отырып, 1 келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Қамырымыз өте жабысқақ, сол себепті қолмен илеуге келмейді. Сол себепті де миксермен араластырған жөн, және де қосымша ұн қоспаңыздар. Миксермен араластырып болған соң мешокқа осылай қамырымызды салып, тоңазытқышқа 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыздың ұны көп болған сайын, корждарымыздың арасы тығыз болып шығады. Сол себепті қосымша ұн қоспаймыз. 1-1,5 сағаттан соң қамырымызды алып, осылай 2-ке бөлеміз. Пергамент қағазының үстіне ұн сеуіп, осы пергамент қағазының үстіне қамырымызды жаямыз. Қамырымыз тоңазытқыштан шыққаннан кейін салқын және де қолға жабыспайды, бірақ үстіне шым-шым ұн сеуіп қойыңыздар. Себебі қолмен жұмыс істеу барысында осы қолымыздың жылулығымен қамырымыз жібіп, жабысып қалуы мүмкін. Қамырымыздың қалыңдығын 5 мм етіп жаямыз. Қамырымызды жайып болған соң, осындай домалақ форманың көмегімен кесіп аламыз. Егер сізде домалақ форма болмаса, кесе немесе стакан қолдансаңыздар болады. Қамырымызды толығымен кесіп болған соң, артық қамырын алып тастаймыз. Содан соң әр домалақ қамырымызды осылай шаншқының көмегімен тесіп шығамыз. Болған соң пешімізді қыздырып, 180 градуста 6 минутта пісіріп аламыз. Піскен корждарымызды майлықпен жауып, суығанша қоямыз. Және де корждарымыз суығанша кремін дайындаймыз.
кілегейімізді осылай әбден қоюланғанша араластырып, оған сахарный пудра қосып, жақсылап біркелкі болғанша бір араластырып аламын. Өз қалауыңыз бойынша басқа крем әзірлесеңіз де болады. Дайын болған кремді осылай кондитерлік мешокқа салып аламыз. Содан соң корждарымыз суыған соң пирожныйларымызды құрастырамыз. Әр коржға осылай кремдерімізді жағып шығамыз. Барлық коржға осылай жағып болған соң, үстеріне екінші корждарды қойып шығамыз. Содан соң кремдерімізді қайтадан жағып шығамыз. Жағып болған соң, үстеріне қайтадан корждарды қойып шығамыз, яғни үшінші қабатын қоямыз. Корждарға пропитка жақпаймыз, өзі кремнің бойына сіңіріп, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Содан соң үстіне қайтадан кремімізді жағып, қалауымызша әсемдейміз. Мен жеміс жидектермен әсемдедім, бірақ сіз өз қалауыңыз бойынша басқаша әсемдесеңіз болады. Дайын болған пирожныйларымызды міндетті түрде 2 сағатқа немесе 1 түнге тоңазытқышқа қоямыз. Осымен балды пирожныйларымыз дайын. Сіздермен бірге болған Лаура.